Әрбір кітап оқушыда болуы керек заттар. Мен үшін кітап оқу бөлек әлем. Ал осы әлемді барынша әдемі заттармен толтырғым келеді. Яғни бүгінгі видеода кітап оққан кезде менің қолданатын заттарымды бөліскім келіп отыр. Бірінші зат бізде мөр. Мөр кез келген кітап оқушының үйінде тұруы керек заттардың бірі деп ойлаймын. Бұны мені қолдану үшін осылай ашамыз, және де кез келген өзіміздің жеке кітапханамыздағы кітапқа осылай басатын боламыз. Екінші зат бұл стикерлер. Стикер бұл бізде кітаптан ұнаған жерлерді немесе өмірімізге енгізетін лайфхактарды, сонымен қатар пайдалы информацияларды жабыстырып қоюға арналған өте керемет құрал болып табылады. Бұны жабыстыру үшін ең алдымен осылай аламыз, және де дәл осылай кітаптан ұнаған жерімізді осылай жабыстырып қоямыз. Үшінші құрал бұл бетбелгі. Бетбелгі бізге қалай көмектеседі? Біз кітапты оқып аяқтаған уақытымызда келесі бетінен бастап шатаспай табу үшін біз кітаптың арасына осылай бетбелгіні саламыз, және де кітапты жауып қоямыз. Келесі күні кітапты ашып оқиын деп жатқан кезімізде бізге шатаспай табуымызға көмектесетін компас қызметін атқарады десек те болады. Міне, бүгінгі видеода мен өзімнің кітап оққан кезде қандай заттарды қолданатынымды айтып өттім. Ал сізге қай зат көбірек ұнады, комментарийге жазып өтіңіз.